Дүния тарихында түрлі құмдарлар болған. Олардың айырымлары қаһарман, ал айырымлары болса жауыз сипатында көрінеді. Бірақ тарихта сондай хукумдарлар да болған, олар тек қана жауыз емес, бәлкі мемлекетті толығыменен уайран қылған деп білінеді. Бүгінгі қаһарманымызда сондайлардан бірі. Ол беймәні идеологияға тикар салған һәм мәнісі жағынан иләһи мұқаддес жанзатқа теңлестірілген. Ол дәбдебелі өмірді жақсы көретұғын еді. Өз халқының жасау тәрізін қадағалап, бүткіл мемлекет бюджетін өз банк есап бетінде ашық халда сақлайтұғын еді. Шексіз құмыранлыққа ие болған диктатор. Еуропа менен байланысы болған һәмме нәрсені қадағалап қойды. Һәм айне ер адамлар үшін мәжбүри киімдерді істеп шықты. Бүгін сізбенен 32 жыл давамында Африканың ең бай мемлекетлерінен бірін уайран һәм талан-тараж етіп, экономиканы 10.000% инфляция менен тәрк еткен Конгоның бұрынғы диктаторы Мабуто Сесо Секо хақында сөйлесеміз. Орныңызға қолай жайғасып алың. Һәм әлбетте видеоға лайк басып, каналымызға ағза болуды ұмытпаң. Бұл айдын басладық. Заир. Бүгінгі Африка мемлекеті Конго Демократиялық Республикасының бұрынғы аты. Алмаз, кобальт, мыс, уран һәм каучук кәнлеріне бай мемлекет. Мысалы, айне Конгода қазып алынған ураннан Хиросима һәм Нагасакиге тасланған бірінші атом бомбасы жаратылған. Айтпақшы, Оппенгеймер фильмін көрдіңіз бе? Өзі ұлыма атом бомбасының қалай жаратылу тарихы хақында білуді қалайсыз бе? Олай болса, комментарийде атом бомбасы тарихы деп жазып қалдырың. Енді темаға қайтсақ, 20-ші ғасырдың басларында Конго аймағы Бельгияның колониясына айланды. Бельгия патшасы Леопольд II бұл жердегі жергілікті халық арасындағы христианлық, құллық һәм каннибализмге қарсы күресу һәм цивилизация рауажлануына үлес қосуға қарар етті. Конго халқы Леопольд II-нің хақиқи құлына айланды. Бұл мемлекет Бельгиядан 76 есе үлкенлеу болған минет лагеріне айланды. Конгоның бүткіл халқы Бельгия патшасы үшін істеуге мәжбүр еді. Адамлар тикарынан каучук плантацияларында істеген. Леопольд дәуірінде Конгода істеп шығарылған каучук көлемі дерлік 200 есеге асып кеткен еді. Бұнан тысқары піл сүйегін қазып алуда үлкен пайда келтірген. Ашнарылысы ол жерде хатте кішкене балаларда істеген. Күнлік норманы орынламағанларды ұрып награн қылған. Ал жұмыс шараятлар болса жүда қорқынышты болған. Мыңдаған адамлар ашлықтан һәм эпидемиялардан өлген. Конгоның үлкен халқын бақылау үшін бельгиялық колонизаторлардан ібарат болған жемиетлік күшлер бөлімдері жаратылды. Уақыты-уақытыменен олар ауылдағы көтерілісшілердің халық алдында ғалабалық түрде өлтірулерін де шөркемлестіретұғын еді. Отряд жауынгерлерінен қанша оқ-дәрі қолданылғанын білу үшін өлтірілгендердің кесілген қолларын дәлел испат ретінде алып келу талап етілген. Әр қандай құқық бұзарлықтар һәм тәртіпсіздіктерден қашуға харекет еткен ер адамларды құралдан пайдалана алмау үшін бармақларын кесетуын еді. Егер аскерлер патронларды нормада артық сарпласа, олар тірі адамлардың да қолын кесіп дәлел испатында алып барған. Бельгия газеталары жергілікті халыққа байланысты аяусыздықты конголықтардың аяусыз әдеттеріне мүнәсебет сипатында түсіндірер еді. Сол уақытта мемлекетте каннибализм, яғни адамқоршылық елі де гүлдеп жаснаған еді. 20 жыл давамында мемлекет халқы дерлік 2 есеге азайды. Түрлі мағлұматларға көре, Конгоның 30 миллион халқынан шамаменен 10-15 миллионы құрбан болған. Тарихта бельгиялықтар тарапынан Конго халқының геноциды ең қорқынышлы һәм аяусызларынан бірі есептелінеді. 1930 жылда біздің қаһарманымыз Жозеф Мабуто дүнияға келеді.
Ол ыңгып Анди қауымынан шыққан. Мабуту балалығында жарлылық, азап ақыретлері һәм ашлық пенен жақсы таныс болған. Конгодағы Бельгия расмилері жергілікті халықпенен айтысып отырмаған. Себебі сәл артықша харекет үшін жаза анық болған. Бұл жағдайда тек ең күшлі, ямаса тек ауметлі инсан ғана аман қалған. Мабуту болса ауметлі еді. Оны католик миссионер асырап алған. Соның үшін да ол ашлықтан өлмеген һәм оқу имканиятына да ие болған. Мабутоның әкесі ақ тәнлі судьяның аспазы болған. Анасы болса жез өкшелікпенен шұғыланған. Диктатордың ата-анасы менен не жүз бергені белгісіз. Бір версияда олар бақытсыз хадисе себеплі қайтыс болған делінсе, екіншісінде өлтірілген, үшіншісінде болса өздері баланы тағдырге тәуекел етіп тастап кеткен делінеді. Мабутоның хакимиятқа қарай жолы Африкаға тән, оның іскерлігі армиядан басылған. 25 жасында ол колонизатор Бельгия армиясында сержант, 30 жасында полковник, қорғану министрі һәм бас штаб басшылығы болған. 1960 жылда Конго бұл дәуірде көптеген Африка мемлекеттер сияқты қаресіздікке ерісті. Мабуту қаресіздік үшін күресуші, белгілі социалистик саясатшы, бас министр болып істеген Патрис Лумумбаға жақынласуды баслайды. Мабуту Лумумбаның хақиқи тарифдары еді. Ол жас мемлекет құраллы күшлері бас штабы басылығы лауазымында істеген. Бірақ Лумумба хүкіметі ұзақ давам етпеді. 1960 жыл сентябрь айында бас министр президент Жозеф Касавубу менен жәнжелесті. Қарама-қарсылықтар сөншелі дәрежеде тереңлесіп кетті. Тараптар хатты бір тоқтамға келуге де харекет қылмады. Президент һәм бас министр бір-бірлерін бір уақытының өзінде отставкаға шығарып жіберді. Нәтижеде саяси кризис, бір қатар құраллы машқалалар һәм бұқаралар ұрысы жүзеге келді. 1961 жыл январь айында Лумумба өлтірілді. Оның өлім себеплері ақырына шегем анық емес. Бірақ сол уақытта армия командирі лауазымын иелеп тұрған Мабуту халқы қаресіздік үшін күрескен милли қаһарманды қамап өлтірді деген версия бар. Мабуту президент Касавубу тарапын алды және оның байрақлары астында президентлік үшін басқа дауагерлерге қарсы күрес баслады. Конго халқы сияси қарама-қарсылықтардан шаршаған халда Мабуту да тәртіпті тіклейтұғын бекем қолды көре баслады. Мабуту тараптарлары күннен күнге көбейіп барар еді. 1965 жыл ноябрь айында Мабуту Касавубу оған енді керек емеслігін түсінеді. Президент лауазымынан шетлестірілді һәм сияси сүргінге жіберілді. Оның орнын Мабуту иеледі һәм оның ақылдан азған дәуірі тап осы жерден басланды. Сондай-ақ 32 жыл давам етті. Мабуту үкімет басына келгеннен кейін бірінші жұмысы мемлекеттің Заир атын өзгерту еді. Кейін ол қарама-қарсы харекетлерді жоқ етті. Жаңа президенттің ең тикарға қарсыласы Лумумбаны қолап қуатлаған ірі саясатшы Эвересте Кимба еді. Кимба және оның онлаған тараптарлары қолға алынып, қалабалық түрде асылған. Асығыстық себеп олар хатте хүкімді жариялауды да ұмтады. Гәп хүкімет хақында айтылып атырғанда, Мабуту суд сияқлы арзымас сатларға әтвар бермес еді. 1967 жылда Мабуту өзінің халық революциясы харекеті атлы сияси партиясын түзді. 3 жыл өткеннен кейін бұл партия мемлекеттегі жалғыз партия болып қалды. Қалған хаммесі болса қадаған етілді. Бірақ соңында айту керек, президент қалабалық репрессияларды әмелге асырмаған. Ол Иди Амин, Ямаса Бокасса сияқлы апуайып қораларды қырып тасламаған. Мабуту аскерлері тек потенциал қарсыласларды, яғни хүкіметке қарсы күресе алатынларды өлтірген. Өлтірілгендер бір үлгі сияқлы Мабуту хакимиятына қарсы шығу ямаса дауа қылуды қалегенлер үшін анық сигнал болған. Адамларды шын мәністе пайтақтағы өлтірілетұғын жемиетлік орынға алып келетұғын еді. Асып өлтірілгендер болса, телевидение арқалы турдан туры көрсетілген.
Bundan тысқары Лумумбаның мирасқоры коммунист Пьер Мулеле менен қызық жағдай жүз берді. Мабуто үкіметке келгеннен кейін Мулеле мемлекетті тәрк етті. Мабуто өз кезегінде амнистия һәм Конгоға тыныш қана қайту мүмкіншілігін уәде етті. Мулеле мемлекетке қайтып келгеннен кейін оны қолға алған. Һәм көпшілік алдында оның аяқ-қолларын байлап, жынси ағзаларын кесіп қинаған. Һәм кейін дарияға лақтырып жіберген. Мабуто өзінің мәнсіз заиризация идеологиясын жаратты. Тарихи негізге қайтуға популистік шақырық һәм һәмме нәрсе Заир халқына тиесілі болу керек деп айтып өтті. Заиризация процесі үлкен карханаларды милилестіру, мемлекетті федератив унитарға айландыру һәм әлбетте шахсқа сыйынудан басланды. Санатшылар һәм іспленмендердің жеке мүлкі тартып алынды. Мабутоның ең жақын жұмысшылары һәм ағайынлары карханалар басшылары етіп тағайындалды. Халықтың кескін түрде жарлануы һәм зарур қолайлықтары жоқ екенлігі фонында Мабуто руы һәм қауымінен болған адамлар дәбдебелі тұрмыс кешірген. 1973 жылда Заир барлық Африка мемлекеттері арасында жаңа Мерседесті импорт қылу бойынша рекорд орнатты. Ойынның қағидалары жүдә апуай еді. Әдетте пайдалы қазылмалар экспортынан алынған пұл тек қана маптар тәріплердің есап бетлеріне, алдын ала Мабутоның есабына өткерілді. Һәм керісінше телевизордағы өз сөзінде Мабуто мемлекетімізде һәмме зат сатып алынады һәм сатылады. Қамде үкіметке азымас байланысылық бұл бизнес үлкен үстінлік береді. Мабутоның қалеулері шекленбеген еді. Кобальт, мыс һәм цинк экспорты бойынша мемлекет монополисті болған Созаком мемлекет басшысының шет ел есап бетлеріне жылына орташа 100-200 миллион доллар өткеретін еді. Рекорд 1988 жылда шикі зат экспортынан алынған 800 миллион доллар хауаға ұшып кеткенінде орнатылған. Батысқа достана режимде үздіксіз түрде кредитлер беріп тұрған халықаралық валюта фонды һәм Жаһан банк есабатларында бұл суммалар нәзік тәрізде утечка ретінде белгіленген. Диктатор мемлекет құбласында қазып алынған алмазлар хақында да ұмытпады. Бұл жерде ауырлық көлемін олума есаплап болмайтұғын еді. Ол өз достарын да ядынан шығармайды. Диктатордың ең ардақлы сахи хайырлықларынан бірі бұл үлкен шетелдік қонақларды Миба мемлекет алмаз корпорациясы имаратына мұрат ету еді. Дағал алмазларды сақлауда қалеушілерге қасық һәм кішкене канвас сумка берілетін еді. Һәм һәр кім сауға сыпатында өз талғамына мас тасларды алу мүмкін еді. Кіші қаражетлер үшін Мабуто пұлларды Заир орайлық банкінен алатығын еді. Har ай бір рет ол жерге бірнеше армия жүк машиналар келіп, 1,5 миллионнан 10 миллион долларға шеке мемлекет пұлларын алып кететін еді. Расми түрде бұл президентлік субсидиясы деп аталған. Һәм диктатордың қауіпсіздігін тәминлену үшін оның жәрдемшілеріне сауғалар һәм басқа әмелдегі қаражетлерді қаплауға кеткен. Заиризация Мабутоға сыртқы саясатқа ақылы маневр қылу имканиятын берді. Дерлік барлық мемлекеттер екі лагерге бөлінгенде, ол СССР-ға һәм ақш-ға ауқымлас болмады. Ол Вашингтон һәм Европа менен дос еді. Бірақ Москва һәм Пекин менен де жанжалеспейтін еді. Салқын ұрыстың ең жоғары дәрежесіне шыққан уақытында диктаторды һәмме қолап қуатлаған. Хәтте Франция һәм Қытай оған һәр 3 жылда бір рет Заирда болып өтетін көтерілістерді тынышландыру үшін әскери жәрдемде жіберетін еді. Президент шақсына сыйыну Қытай диктаторы Мао, Совет диктаторы Сталин һәм хәтте Арқа Корея диктатурасының көре алмаушылығына ұшырады. Халық әкесі, халықтың құтқарушысы, теңсіз күресші, ұлы стратег. Бұлар маршал Мабутоның айрым расми атақлары ғана. Шексіз күшке ие екенлігін аңлаған Мабуто мәдениетті да заиризация қылуды баслады. Ол істеген бірінші зат өзінің Жозеф Десире Мабуто атын Нгбанди тілінде Мабуто
Сесе, Секко, Куко, Мбенду һәм Забангаға өзгертті. Бұл толық атты естіп қалмаған болсаңыз, видеоны сәл алдыныраққа қайтарың. Мен бұл атты басқа қайтара алмаймын. Енді оның аты өз күші һәм қаһарманлығы себеплі жеңістен жеңіске өтіп, жолында һәмме затты жандырушы, құдіретлі жауынгер деп аударма етілген. Жергілікті халықтар атап айтқанда, басылықтың өзі тиесілі болған Нгбандилар мемлекеттегі ең жоғары каста деп тағаза етілді. Қамақ пенен қорқыту тикарында Европа киімдерін кию, өлтіру азабыменен болса, балалардың насрани атларменен суға шүмдіру қадаған етілген. Сондай-ақ Европа костюмлары, галстуклар һәм мини-юбкаларда қадағаланған. Ер адамларға Мабуту тарапынан ойлап табылған абакост атлы, үйлушең жағалы костюм сияқлы киімді кию мәжбүри еді. Мабутуның өзі тарихта өзіне тән стиліменен есте қалды. Ағаш қамыс һәм өзгермейтін леопард терісінен шляпа. Қаплан әдетте Мабуту культінің ахметлі бөлігі еді. Оның расми өмірбаянда айтылуына қарағанда, келешектегі басшы балалығында өз ауылы қасында шыртқыш пышықты ұшыратқан һәм оны адалатлы күресте жеңген һәм соның менен хайуанның күшін өзіне алған. Бұнан тысқары Мабутудан басқа ешкім бұл қамысты көтере алмайтын хақында аңызларда бар. Мабуту Заирда жүдә рауажланған клептократия, яғни коррупция һәм ағайыншылықке тикарланған басқару формасын жаратты. Transparency International шөлкемінің есап кітапларына көре, Мабуту қазіргі Конго Демократиялық Республикасында 30 жылық басқару дауамында $1 миллиард $5 миллиард шекем байлық жарата алған. 1985 жылда Forbes журналына көре, Мабуту $5 миллиард ие болған. Бұл сумма сол уақыттағы Заирдың сыртқы қарызыменен тең еді. Ол Европадағы көшпес мүлікке қаржы кіртті. Ең көзге көрінген сатып алынған затлар арасында Лажывар жағасында жайласқан $5,2 миллион Дель Мар вилласы еді. Сатушы уәкілдердің сөздеріне көре, Мабуту вилланы жеке өзі барып көрген һәм ұсыныс етілген бағаға саудаласпастан разы болған. Бірақ диктаторға тиесілі болған үйлер, қорғалар һәм виллалардың анық санын оның хукумранлығы таусылғаннан кейін де есаплап болмайды. Анық болғаны бұл Бельгиядағы 9 объект, Португалиядағы 800 гектар жерге ие бір мүлік, Швейцариядағы вилла һәм Париждегі салтанатлы квартира. Бірақ диктатор Мабуту көп уақытын өткерген қадірлі сарайын өзі туылған ауылы жанында құрған. 7 метр биіктіктегі қапылары һәм заллары қымбат бағалы мрамор һәм де француз королері стиліндегі мебельдерменен безетілген. Сондай-ақ дүниядағы ең жақсы вино жертөлелерінен бірі тоғайлар һәм фонтанлар менен үскенеленген бұл кең аймақлы сарай бағасы шамамен 400 миллионға жеткен. Хауілінің өзінде жеке аэропорт бар еді. Ол жерде оның жеке Boeing 747 самолеті тұратын еді. Мабутуның үйіне көбінесе дүниядағы ең абыройлы һәм құрметке ие адамлар келетін еді. Диктатор өз меймандостығын Рим папасы Иоанн Павел II-ге, Франция президентлері, Бірлескен Миллетлер шөлкемінің бас хатгері Бутрус Галли, хатте Америка Құрама Штатларының орайлық разведка басқармасының директоры Уильям Кейси сияқлы ахметлі шақсыларға көрсеткен. 1985 жылда Конкорд бортында атақлы кондитер Гастон Ленотр Мабутуның туған күніне Парижден турдан туры жаңа пісірілген торт алып келеді. Бұл VIP персоналардың барлығы Мабутудың гүлдеп жаснау себебін жақсы білетін еді. Заир хакимиятының ең жоғары буынындағы коррупция һәм ұрлаудың ақылы сыймас көлемі хақындағы есапат 1982 жылда Халықаралық валюта фондының жоғары лауазымлы хамилдарларынан бірі тарапынан ұсыныс етілген. Мабуту батыстың ахметлі ауқамшысы болған. СССР һәм ақш садықлығы үшін күрескен Африкадағы тикарға ойыншы есапланған.
Бельгия колонизаторларынан мираслар болып қалған телефон тармағы істемейтұғын еді. Заир элитасы болса спутник телефонларынан пайдаланатұғын еді. Қалған халық болса қолынан келгенін қылатұғын еді. Көп жылдардан берлі жолдар қайта оңланбаған. Хатте бұрынлары байлық дерегі болған тау-кен карханалары да аянышты жағдайда еді. Орташа зайырлықтың жылдық дараматы 1990 жылдардың басларында $100 да бармайтұғын еді. Бірақ СССР бөлікленуіменен әмме зат өзгерді. Дүния салқын ұрыстан ұзақласты. Һәм әлдеқашан геосаяси жарысқа қатынаспай қойды. Нәтижеде Мабутуда тұрақлы қолдап қуатлау һәм итвардан айырылды. Халықаралық валюта фонды һәм Жаһан банкі Заирға жәрдем программаларын кескін қысқартты һәм кейін бүткілей тоқтатып қойды. 1994 жылға келіп, мемлекетте инфляция 10,000%-ке көтерілді. Орайлық банк енді пұл басып шығаруға үлгере алмай, Бразилиядан бұйыртпа етті. Бұл режим 1997 жыл құлады. Мабутоның орнына Руанда һәм Уганда аскерлері жәрдемінде мемлекетке бастырып кірген 1960 жылдардағы ескі дүшманы Лоран Кабила келді. Простата ракымен ауыр кесел болған диктатор Мабуто соңғы минутқа шекем өз қол қатылмастығына сенімді еді. Һәм ақырғы минутта самолетта Маракашқа қашып кетті. Һәм ол жерде көпке бармай қайтыс болды. Мабутоның істеген ұрлығының мұңдары Конгоның жаңа әділдік министрі тарапынан $14,5 миллиард бағаланған. Бұл сол вақыттағы мемлекет сыртқы қарызына тең еді. Халықаралық валюта фонды болса $5 миллиард есепталған. 1997 жылда Мабутоның өлімінен сәл алдын лауазымынан шеттетілген. Жаңа үкімет һәм журналистер бұл шексіз байлықтың дерлік ешбірін таба алмады. Британиялық журналист Мишель Ронг өз кітабында жазуынша, Мабуто сондай дәбдебелі тұрмыс тәрізінде жасаған, һәм ол көп затты жасыра алмаған. Мабутоның өлімінен кейін оның Швейцариядағы банк есепларында $8 миллион көп пұл табылмаған. Мархум диктатор барлық пұлларды сарпылаған ба? Ямаса ол еледе дүния бойлап қандайдыр жасырын есап бетлерінде ме? Қазірше белгісіз. Бірақ Мабуто һәм хукмран шеңберлер хақиқаттан да пұлды қалегенше сауып тастаған. Мабуто үлкен потенциалға ие болған ең бай мемлекет экономикасын вайран қылды. Бұл вайраншылық ақыбетлерін Конго халқы еледе бастан кешірмекте. Мемлекет эпидемиялар һәм дәуірлік құралы соқлығысулардан өлім дәрежесі жоғары болған ең жарлы мемлекетлер рейтингінде тұрады. Бүгінгі санда ашкөздік һәм шексіз үкімет мемлекетті қандай кризисқа алып келу мүмкінлігін мысал сипатында көрсетті. Конгоны кризистен құтқару мүмкін. Бірақ тек қана социал һәм саяси институтлар арқылы бұны әмелге асыруға болады. Бүгінгі тема сізге ұнады ма? Егер ұнаған болса, кейінгі санда қандай темада видео таярлауымызды қалайсыз? Пікірлеріңізді комментарияда жазып қалдырын, каналға ағза болуды ұмытпаң. Сізбен Айдың каналы болды. Кейінгі саналарда көріскенше сау болың.